Самат Қайнеденұлы, сіз қандай округтен сайландыңыз? Имантау, Шалқар округы. Имантау, Шалқар, бұған қанша ауыл кіреді сонда? Оған 2-3 ауыл кіреді. Заря, Шалқар, Имантау. Үлкен ауылдар ма? Үлкен ауылдар. Әрбір ауылда 500 адамдар тұрады. 500-600-да. Үш округта 2000-дан астам адамдар тұрып жатыр. Қоғамдық қабылдау өткізіп тұрасыз, барып аралап тұрасыз? Иә, аралап тұрамыз. Кісілермен сөйлесіп, әрбір адамды танимыз. Сол мәселелерді, ауылдың мәселесін білеміз. Жыл басынан бері қанша қоғамдық қабылдау өткіздіңіз? Жыл басынан 10 шақты. 10 шақты. Шамамен әр қабылдау қанша адамнан келеді? 1-2 адамнан ба? Әр қоғамдық қабылдауға, мысалы. Жоқ, 2-дан астам, 5-6 адам келеді. 5-6 адамнан көп қой. Иә. Үлкен кісілер келеді. Үлкен кісілер келеді. Пенсионерлер, өйткені ауылда көбінесе пенсионерлер ғой. Олар келіп, сұрақтары өте көп. Мүгедектер көп балалы аналар келе ме? Әрине. Оларға қандай көмек көрсеттіңіз депутат ретінде? Армысыздар, эфирде мандат бағдарламасы. Жуырда ауыл партиясының 24-ші съезі өтті. Ауылдықтар ауылға қатысты мәселені зерендіде зерттеп зерделеді. Алқалы жиынға теріскейден де делегаттар қатысты. Бүгін студия қонағы ауыл партиясының мүшесі, Айыртау аудандық мәслихатының депутаты Самат Қосжанов. Самат Қайнеденұлы, қош келдіңіз. Қайырлы күн, жерлестер. Ауыл партиясы әлеуметтік желіде аса белсенді. Жариялайтын дүние көп болса, жаңалықтарыңызда аз емес деген сөзге. Бүгінгі таңда қандай жұмыс атқардыңыздар? Бүгінгі таңда өзім сайланған Шалқар, Имантау ауылдық округтерге су мәселесі бойынша сұрақтарды көтеріп шешу істеміздік. Заря ауылында 11 шақырым жол жөнелдеті. Шалқар ауылында бойынша 2023-2025 жылдары арналған әр үйде ауыз су мен су кіргізіледі. Өзім салған ауылымызда Шалқарда 180 астам адамдар бар. Сол су мәселесі бір 120-130 үйлерге кіргізіледі. Жол мәселесі Шалқар ауылымызда биылғы жылда 12 шақырым Заря ауылына жол капитальный ремонт жасалды. Келешекте енді міне биыл 24-25 жылғы Шалқар, зона отдыха Шалқар су, зона отдыха Тихая гавань, соларға 12 шақырым жол кіргізіледі. Сол біздің округта туризм дамытып жатыр. Биыл мысалы 800 миллион астам ақша бөлінеді соған. Бөлінген шығар. Әлі бөліне ме? Әлі бөлінеді, 800 миллион. Бізде округта ең үлкен проблема ол сотовая связь, жолдар. Самат Қайнеденұлы, сіз қандай округтен сайландыңыз? Имантау, Шалқар округы. Имантау, Шалқар, бұған қанша ауыл кіреді сонда? Оған 2-3 ауыл кіреді. Заря, Шалқар, Имантау. Үлкен ауылдар ма? Үлкен ауылдар. Әрбір ауылда 500 адамдар тұрады. 500-600-да. Үш округта 2000-дан астам адамдар тұрып жатыр. Қоғамдық қабылдау өткізіп тұрасыз, барып аралап тұрасыз? Иә, аралап тұрамыз. Кісілермен сөйлесіп, әрбір адамды танимыз. Сол мәселелерді, ауылдың мәселесін білеміз. Адамын да танимын, мәселесін де білемін дейсіз ғой. Ең жоғары проблема ол жол. Екінші проблема ол сотовая связь. Биыл Билайн мен Теле2 сотовая связь орналасып жатыр. Сонда үш ауылда да байланыс, ұялы байланыс несі нашар болып тұр ғой, Нашар болып тұр, иә. Сосын қандай жұмыс атқарылып жатыр, яғни? Мұнара қойыла ма? Иә, Заряда, Шалқарда Теле2 мен Билайн вышкалар қойылып жатыр. 24 аяғында уже бүкіл жұмыс бітіріледі. Жол жайлы не деді тұрғындар? Жол жайлы Заря мен Лабан биыл жол, капитальный ремонт жол істелінді. 12 шақырым асфальт төселінді. Зона отдыхада Шалқарда 12 шақырым жол жасайды. 800 миллионнан астам ақша бөлінді облыстық бюджетінен. Су бойынша? Бірдеңе деді ме тұрғындар? Су бойынша 700 миллиондан астам былтырдан 2 жылдық программалық суды кіргізіп жатыр Шалқарға.
24-25 жылы алла жазса уже аяқталады. Жұмыс іздеп келгендер болды ма? Жұмыс жайлы? Жұмыс іздеп келгендер, жас мамандар бізге ауылына келіп жатыр. Яғни біздің ТО ключи 4 жас мамандық келді. Оларды үй беріліп, қазір ұйымдастырып жатырмыз. Ал сізге сол депутаттықна қоғамдық қабылдауыңызға келген адамдар бар ма жұмыс іздеп? Иә, біздің өзім ауыл партиясынан сайландым ғой мен. 5 шақты жас мамандықтар келді. Сізге? Бізге, иә. Партия, ауыл партия бойынша. Олар қазір жұмыс істеп жатыр. Жыл басынан бері қанша қоғамдық қабылдау өткіздіңіз? Жыл басынан где-то 10 шақты. 10 шақты, иә. Шамамен әр қабылдауға қанша адамнан келеді? 1-2 адамнан ба? Әр қоғамдық қабылдауға, мысалы? Жоқ, 2-ден астам, 5-6 адам келеді. 5-6 адамнан көп қой. Иә. Сізге көбінесе қоғамдық қабылдауға қанша жастағы адамдар келеді? Жастар келе ме, егде жастағылар, орта жастағылар? 30-40, 50-60 жастар. Көп балалы аналар. Көбінесе үлкен кісілер келеді. Үлкен кісілер келеді? Пенсионерлер, өйткені ауылда көбінесе пенсионерлер ғой. Олар келіп, сұрақтары өте көп. Медицина жағында бізде Шалқарда ФАП бар. ФАПтың ішінде 2 кабинеті бар. Пенсионерлер капельница қабылданады. В общем, полный медициналық атқарылады. Мүгедектер көп балалы аналар келе ме? Әрине. Оларға қандай көмек көрсеттіңіз депутат ретінде? Заряда мектеп жоқ, олар неге Лабанға апарады. Оларға жыл сайын көмектесеміз. Мысалы, оларда Кәсіпкер ретінде? Иә, кәсіпкер ретінде. Өзіңіздің кәсібіңіз бар ғой, иә? Иә, где-то 10 шақты бала бар. Оларды неден Зарядан Лабанға дейін машинамен апарады. Оларға мектепке дайындылық, мектеп нелері, киімдер, оқу құралдары, киім-кешек, оларға көмектесеміз. Балалар білет, жыл сайын бізді күтеді. Оны тамыз айында апарып береміз. Оларға 1 қыркүйекте, как это сказать, праздник. Иә, мерекеге орай, дәл оқу жылының алдында оларға жасаймыз. Дәстүрлі түрде көмек көрсетіп тұрасыздар. Иә. Енді Самат Қайнеденұлы, жаңағы ауыл партиясының съезіне оралайық. Жақында партия съезі болып өтті. Осы жазда, жаздың орта тұсында Солтүстік Қазақстан облысына сол съезге кімдер қатысты? Партияда біздің төрағасы келді, төрағасының мүшелері бәрі келді. Өте көп сұрақтар қойылды. Біздің облыстан 7 адам қатынасты. 11-ін мен де бардым. Мәселелер ауыл шаруашылық сұрақтар көтерілді. Ауыл туралы? Ауыл туралы. Ауылдың келешегі, ауылды дамыту туралы, инфрақұрылым бойынша болды ма? Иә. Партияның сайлауалды бағдарламасы бар. Сайлауалды бағдарламаны орындауда нәтиже бар ма? Сол съезде сайлауалды бағдарламаның орындалуында айттыңыздар ғой. Партияның сайлауалды бағдарламасы орынмен орындалып келуде, ауылдың мәдениеттік мәртебесін көтеру мақсатына бірақтар жұмыста жүргізіліп жатыр. Жоғарыда айтып өткен ауылдарға ауыз су, жол мәселелері шешілу үстінде Шалқар және Имантау ауылдық округтеріне биылғы жылғы 11 шақырым жол тарту үшін бюджеттен қаржы бөлініп, тамыз айының соңында құрылыс жұмыс басталды. Міне осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Айыртау ауданының жалпы туристік әлеуеті зор ғой. Әлеуметтік желіде Шалқар мен Имантауда демалған жұртшылықтың сол жердегі тазалық мәселесіне қатысты жазған шағымдары көп. Мәселен, дәретхана, қоқыс жәшігі жоқ дейді. Ауыз суға қатысты да мәселе бар. Осы туралы проблема аудандық мәслихатта қаралды ма, бұл қашан түзеледі? Туризм бойынша қазіргі таңда Шалқар, Имантау жерлері республикамызға белгілі туристік аймақ. Басты назар әрине туристік алаңы тазалауға. Қоқыс жәшіктері, дәретхана және аумақты тазалау жұмыстары уақытылы жүргізіледі. Өнерімізде туристерді тарту мақсатында Шалқар көңілін аумағында арналасқан 9-ға жауып демалыс орны қайтада модернизация өткізілді. 9-ға жуық, иә? Иә. Алдағы уақытта туристерді келу үшін демалыс орындарында жету жағда қарастырылып, жолдар жөндеу өткізілді. Туристерді тарту мақсатында сол жолмен жүреді ғой, жол дұрыс болу керек. Сол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Иә. Алдағы уақытта осы дәретхана, қоқыс жәшігі мәселесі шешіле ме, яғни? Иә, әрине шешіледі.
Ауыл партиясына өңірде қанша адам мүшелік етеді негізі? Бүгін таңда облыс бойынша ауыл партиясында 4000-дан астам партияласымыз бар. Көбісі жастар шығар. Оның басымның көпшілігі жастар десем. Артық айтқаны қателеспейсіз. Қателеспеймін. Шамамен неше жастағы адамдар? Шамалы 25-45. Сол жастарды, оның ішінде ауыл жастарын қолдау бойынша қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Жастарды қолдау мақсатында партия тарапымен мемлекеттік бағдарламасын түсіндіру жұмыстарды жүргізіледі. Оның ішінде жастарды жұмыспен қамту бойынша партияда биылғы жылы партияда қолдаумен арасында 150-ден астам жастар жұмысқа орналасты. 100-ге астам жастар тұрақты жұмыспен қамтылады. Ауылдың жерлерде мамандар тапшы, осы сәтті пайдалана отырып жастарды ауылға жұмыс істеуге шақырамыз. Жақсы, іске сәт. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызға жетістік тілейміз, сау болыңыз. Рахмет.